Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен present simple тақырыбында сөйлесеміз. Present simple дегеніміз не? Ең бірінші кезекте есте сақтау қажет екі жайт бар. Біріншісі күнделікті болатын іс-әрекет, күнде болатын іс-әрекет. Екіншісі ол факты. Факты дегенді ол шын ақпарат болмаса шынайы нәрсе, күнделікті болатын нәрсемен факты. Мысалы, сіз картошка жемейсіз, болмаса ет жемейсіз, болмаса күнделікті атқарылатын іс. Ол сіз мүмкін жұмысқа күнде сағат 6-да шығасыз, болмаса сіз бургер жемейтін шығарсыз. Ол факт және де күнделікті болатын іс-әрекет. Бір-екі сөйлем жасап көрейік. I go to work at 7 o'clock. I go to work at 7 o'clock. Егер мен бармайтын болсам, мен айтамын I don't go to work. Егер мен сұрағым келсе, сен барасың ба деп, мен сұраймын Do you go to work at 7 o'clock, for example? Осы жерде менде сұрақ. Сонда бізде ереже шығады, Бұл ережені қалай түсінеміз? Present simple жай сөйлем болған кезде мен етістікті еш өзгертпеймін. Яғни етістік өзгеріссіз қалады. Ал егер мен болымсыз немесе сұраулы сөйлем жасайтын болсам, маған do және does керек. Do қалай қолданылады? I есімдіктерімен you, we және they. Does қолданылады. He, she және it деп айтқан кезде. Яғни біз болымсызда ол жұмыс істемейді деп айтатын болсақ, he doesn't work. Ол қыз жұмыс істемейді, she doesn't work. Ол нәрсе жұмыс істемейді, it doesn't work. Егер мен айтқым келсе, сен жұмыс істейсің бе деп, мен сұраймын Do you work? Do you work? Ал егер мен сұрағым келсе, ол қыз жұмыс істей ме деп, мен қалай сұраймын? Does she work? Present simple өте қарапайым, бірақ өте маңызды шақтардың бірі. Яғни мен факт жөнінде сұрап тұрмын, Ол факт. Does she work? Егер мен сұрағым келсе, мысалы, сіз кофе ішесіз бе деп, қалай сұраймын? Сен, сіз, бізде you, значит, мен сұраймын. Do you drink coffee? Do you drink coffee? Сіз кофе ішесіз бе? Егер мен сұрағым келсе, сізге ұнай ма кофе ішкен деп, қалай сұраймын? Do you like to drink? Сізге кофе ішкен ұнай ма? Do you like to drink coffee? Болмаса, қалай сұрайсыздар? Сізге бургер жеген ұнай ма? Do you like to eat burger? Достар, осындай сөйлемдерден 10-20 сөйлем жасап көріңіздер. Етістікпен бірге, сіздерге әрдайым міндетті түрде етістіктердің көп санын білу қажет. Сөйтіп сіздер сөйлемдер құрайсыздар. Бір ескеретін жайт бар. Егер сіздер болымды сөйлемде he және she және it, ано деп айтады, орысша. Егер ол қыз, ол бала және ол нәрсе жайлы айтқыларыңыз келсе, сіздер етістікке міндетті түрде s жалғау қажетсіздер. Ол қалай болады? Мысалы, she likes to eat ice cream. Бұл нені білдіреді? She likes. Ол қызға ұнайды. Егер ол қызға ұнамайтын болса, she doesn't like ice cream. Бұл нені білдіреді? She doesn't like. Яғни s қолданылмайды. Өйткені тек қана болымды сөйлемдерде қолданылады. Ал егер мен сұрағым келсе, ол бала мороженое жей ме деп қалай сұраймын? Does алдына шығады, Do does алдында болады.
егер мен сұрақ қойғым келсе, does he eat ice cream? Does he eat ice cream? Ал егер мен сұрағым келсе, ол қыз жұмыс істей ме деп, мен қалай сұраймын? Does she work? Ол қыз Алматыда тұра ма? Does she live in Almaty? Я, осындай сұрақтарды біз қоямыз do does бен, және де мынау ережені ұмытпаңыздар, достар. Тағы бір момент сіздер білу қажет, ол біз мына сөздерді always, sometimes, usually, often, hardly, ever, never деген сөздерді біз әрдайым present simple'да қолданамыз. Яғни, бұның барлығы қаншалықты жиі болатынын білдіреді. Мысалы, I always drink coffee in the morning. Мен әрдайым кофе ішемін, таңертең. Болмаса, ол кейде сағат 9-да тұрады. She sometimes wakes up. She sometimes, Яғни, біз есімдіктерден кейін, местоимение дейді, есімдіктерден кейін бұны қолданамыз. Осы сөздерді көретін болсаңыздар, сіздер present simple жасай аласыздар. Сіздерге тапсырма. 20 болмаса 10 сөйлем құрау. Present simple мен бірге. Келесі сабақта көріскенше.